Баршаңызға сәлем. Егер сіздің балаңыз жиі ауыратын болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен балада анемия бар ма жоқ па, соны тексеру қажет. Өйткені анемия кезде гемоглобин, темір, ферритин мөлшері төмен болғаннан ағзаға оттегі жетіспейді. Соның салдарынан иммунитетіміз әлсірейді. Сондықтан да ең алдымен осыны тексергеніңіз абзал. Иммунитетті көтеру үшін әртүрлі баттарды, әртүрлі қоспаларды ішуден аулақ болыңыз. Өйткені олар бауырдың қызметін төмендетуі мүмкін. Және баланың 1 жылда 12 ретке дейін тек ОРВИмен ауруы қалыпты болып табылады. Тек бактериалды асқыну болмаса болды, яғни синусит, отит, гайморит, пневмония секілді асқынулар болмаса болды. Өйткені ағза қоршаған ортаға бейімделіп жатыр. Өйткені баланың ағзасы өте жас болғандықтан. Негізі балалар 5 жасқа дейін жиі ауыратын болып келеді. 5 жастан кейін балада тұрақты иммунитеттер пайда бола бастайды. Және витамин D3 беруді ұмытпаңыз. Ол қыс болсын, жаз болсын, витамин D3-ді өзінің дозасымен баланың жасына сай беріңіз. Ол витамин D3 иммунитетті нығайтады. Далада серуендеңіз. Бала туылғаннан бастап далада жүруге, оны серуендетуге дағдыландырыңыз. Және үйдің температурасы 18-28 градус аралығында болғаны абзал. Яғни баланы салқын температураға үйреткен абзал. Баланы қалың киіндіре бермеңіз. Есте болатын нәрсе, бала суықтан, бала салқыннан, немесе бала салқын нәрсені ішіп қойғаннан ауырмайды. Бала инфекцияны жұқтырғаннан ауырады. Осыны есте сақтаған абзал. Екпелерді өз уақытында алғаныңыз абзал. Мысалы, екпе алған балалар мен екпе алмаған балаларды салыстыратын болсақ, екпе алмаған балалар отитпен жиі ауырады. Өйткені олар гемофилді инфекцияға және де пневмококкты инфекцияға қарсы екпе алмағанның салдарынан болуы мүмкін. Және екпе ағзада пассивті иммунитетті құрайды. Келесі құнарлы тамақтану. Әртүрлі сан алуан түрлі түсті өнімдерді күнделікті рационда пайдаланған абзал. Яғни көкөністерді, жемістерді. Мысалы, 1 штук мандарин 1 күндік витамин С-ның мөлшерін құрай алады. Сондықтан да әр витаминді көкөністерден, жемістерден алып отырғаныңыз абзал. Яғни олар ағзаға ешқандай жанама әсерін тигізбейді. Және ұйқы. Балаларды кешке ерте жатқызғаныңыз абзал. Яғни сағат 9-дан кеш емес. Өйткені сағат 10-нан бастап организмге ең қажетті гормон мелатонин гормоны бөліне бастайды. Егер ол гормон жақсы бөлінетін болса, баланың иммунитеті жақсы болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.